Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ сметаниктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін менің видеомды толық қараңыз. Барлық қоспаларды түсінікті етіп видеоның астына жаза кететін боламын. Алдымен бізге қамырын дайындап алу керек болады. Мен жұмыртқа мен қантты алдын ала езіп алып, одан кейін қалған қоспаларды қосуға кірістім. Қамырымыздың басы біріккеннен кейін оны жақсылап орап, холодильникке 10-15 минутқа салып қоямыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, қолға ұстағанда барлық қалыпқа келетін сондай икемді қамыр болып шығады. Оны мынау жұмсақ болды екен деп, үстінен тағы да ұнды сеуіп, қатырып тастамаңыз. Ары қарай барлығын видеоға қарап дайындасаңыз болады. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Салмасының қалай жасалуы да видеода көрсетілген. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сізбен болған Айбеке ас болсын. بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود لم لا لم لا 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 لم لا لم لا 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 لم لا لم لا 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 لم لا لم لا 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 لا